Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Адибеков Ақжол Кәрімжанович. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол. Волейбол ойындағы қауіпсіздік ережелері. Сабақтың мақсаты білім алушыларға волейбол ойынындағы қауіпсіздік ережелерін сақтау тәртібін түсіндіру. Волейбол ойынының қауіпсіздік ережелерін сақтау. Бірінші, дене тәрбиесі сабағына сай спорттық киім кию. Тізеге, шынтаққа киетін арнайы киім кию. Екінші, мұғалімнің ұйымдастырған сабағын бұзбауы керек. Үшінші, белсенді ақыл оймен қыздырыну жаттығуларын жасау керек. Төртінші, ойын алаңына мұқияттылықпен қарау. Бесінші, допты дұрыс үрленуін қарау. Қатты үрленген доппен ойнамау. Алтыншы, доптың сыртқы бөлігін мұқият тексеру. Жетінші, жыртылған доппен ойнамау. Сегізінші, техникалық әдіс тәсілдер кезінде мұқият болу. Тоғызыншы, тік аяқпен тұрмау. Және өте жоғары ұшқан допты секіріп алақанмен қабылдамау. Оныншы, тіке қолмен жоғарыдан допты қабылдамау. 11-ші, допты қабылдау кезінде бас бармақты алға тоспау. 12-ші, допты тізенің тұсында қабылдау, кеуде немесе ішімен қабылдамау. 13-ші, төменнен допты қабылдаған кезде шынтақ буынын бүгу. 14-ші, допты беруді орындау кезінде жұдырықпен допты ұрмау. 15-ші, шабуылға допты қайтару үшін қолды тосқан кезде торға жақындамау. 16-ші, допқа қарсы қол қойғаннан кейін допқа қарап саусақты алға созып алақанмен қабылдау керек. 17-ші, секіріп допты қабылдағаннан кейін тізеге құламау керек. Ойын кезінде доптардың тиіп кетпеуінен сақтану керек. Үйге тапсырма. Волейбол ойыны кезінде қауіпсіздік ережелерді қатаң сақтау керек екендігін ұмытпау. Волейбол ойыны кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау түрлерін қайталау. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.